Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздерге жағымды жаңалық. 18 жасқа дейін әр балаға 50 мың теңгеден төленсін. Ақын Арман Бердалин Тоқаевқа дүниеге келген әр балаға 18 жасқа дейін ай сайын 50 мың теңгеден жәрдемақы төлеуді ұсынды. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біздің елде бала тапқан анадан гөрі балалаған шошқаға көп ақша бөлінеді. Дүниеге әкелген әр баласы үшін анасына аз дегенде 50 мыңнан ай сайын 18 жасқа дейін төлейтін болса, халқымыздың саны артып сапасы өсетін еді. Жерден тапқан ойым емес, 7 баланың әкесі ретіндегі ұсынысым, деп жазды Арман Бердалин. Осы Арман Бердалиннің ұсынысын қолдау үшін барлығыңыз осы видеоны жан-жаққа таратып, ұсыныс қабылдануына үлестеріңізді қоссаңыздар. Қазақ каналына қолдау білдіріп, комментарий қалдырып, лайк басып тіркелсеңіздер.